Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасындағы оқытушысы Қанапина Беғанша Төлеухан-қызы. Салғастырмалы грамматика пәні, сабақтың тақырыбы қазақ және орыс тілдеріндегі одағай сөздер. Одағай дегеніміз дербес мағынасы жоқ адамның көңіл күйін білдіретін немесе жануарларға қаратылып айтылатын сөз табы. Мысалы, әттең қазір жаным әкем болғанда ғой. Қап соны күшік кезінде атып тастау керек еді. Япырау қайда сол күндер. Екі тілде одағай ерекше сөздер тобын құрайды. Олар не есім сөздерге, не көмекші есімдерге жатпайды. Сөйлемде не тұрлаулы, не тұрлаусыз мүшелердің қызметтерін атқармайды. Басқа сөздермен тікелей қарым-қатынасқа түспейді. Мысалы, әй кім бар, эй кто там, шу, жақыннан сыбыр естіледі, чу, близкий шепот слышится. Одағайлар жеке тұрып сөйлем мүшесі бола алмайды. Тек көмекші қандай сұраққа жауап беруіне байланысты басқа мүшелермен бастауыш, баяндауыш, пысықтауыш тіркесіп қолданылады. Одағайдың мағынасына қарай шақыру одағайлары, ишарат одағайлары, көңіл күй одағайлары. Сенімсіздік, күдіктенуді, қорқынышты білдіретін одағайлар, қуанышты, сүйсінуді, шаттануды, білдіретін одағайлар, көңіл күй одағайлары, қарсылықты, келіспеушілікті, ашу-ызаны білдіретін одағайлар болып бөлінеді. Қуанышты, сүйсінуді, шаттануды, таңданысты білдіретін одағайлар алақай, ура, бәрекелді, әй қандай ғана қыз еді, ах, за девушка-то была. Сенімсіздікті, күдіктенуді, қорқынышты білдіретін одағайлар ойпырмай, құдай-ай, ту сонша қорқып кеттім ғой. Ишарат одағайлар амандасу, қоштасу, алғыс білдіру одағайлары, бұйыру, жекіру, тыйым салу, іс-әрекетті бастауда немесе аяқтауға әмір бере айтылатын одағайлар. Мысалы, тек олай ойнаушы болма, жетер енді, ал айтсаншы тексірек. Шақыру одағайлар. Айдос далаға шыға сала әукім-әукім деп бұзауын іздей бастады. Шөре-шөре лағым, ойнақтаған тұяғым. Одағайдың жасалуы, образование междометий. Одағайлар негізгі және туынды болады. Негізгі одағайлар ау, әу, ей, өй, пай, па, беу дегендер жатады. Бұл одағайлар қайталанып та, қосарланып та қолданылады. Туынды одағайлар әуел бастағы мағыналы сөздерден немесе сөз тіркестерінен бірігіп жасалған одағайлар. Бұл сөздер өздерінің бастапқы мағыналарынан алыстап, таң қалу, ұнату, мадақтау, өкіну, шошыну сияқты көңіл күйлерін білдіретін одағайларға айналған. Мысалы, әкем-ау, құдай-ау, екі тілде де кейбір одағайлар құдай-ақы, керемет, қош келдіңіз, екі тілде де кейбір одағайлар фразеологиялық тіркестерден жасалады.